Selam aleyküm eferde zaman oktyabrның 23-і Қарамышғалының 1334-і күні студияда Мавиле Мұхтарова çalışan. Бүгін февраль 26 давасының бір махкемесі олажақтыр. Işgal etilgen Ақмеждетінің сөзде Меркези район махкемесінің отырышы өйледен соң башламалы. Бұны фаал Заирсмедля Фейсбукта білдірді. Али Асанов, Мустафа Дегерменже, Искендер Кантемиров, Искендер Мирвалиев, Арсен Юнусов қалабалықларда иштирак етмесінде қабатлана. 2014 сенесі февралінің 26-сында Қырым Юқары Шурасының бинасы өгінде Украина ве Русия тарафдарлары чатышқаныда. Ярымада запт етілген соң, Ишгалчы прокуратура Қырым татарларына чатышмаларыны тешкіл етмесінде қабатламаға башлады. Ишғал етілген Қырымның сөзде юқары махкемесі Эмир Усейн Кукунын шикейет аризасыны бақажақ МС оның апсты етма мүддетінің ұзатылмасыны кене шикейет етежек. Отырыш саат 9:30-та башламақ керек еді. Кечкен сене февраль айында ФСБ 12 Қырым татарының евінде тынту кечіріп, оларына яқалағаныда. Оларның арасында Эмир Усейн Куку, Вадим Сюрук, Энвер Бекиров и Муслим Алиев бар еді. Оларны Русияда ясақланған Хизбут Тахрир тәшкілатында иштирак етмесінде қабатлайлар. Эмир Усейн Куку акимиетінің күчінен запт етіп маддесі бойынша қабатланып, Русияның террорист ве экстремистлер жедвеліне кірсетілген еді. Ақмежетте Тимур ве Узейр Абдуллаевлерінің евлері янында дуа мерасимі кечірілді. İnsanlar 2016 сенесі октябрдің 10-ында олған Одессе вақаларына хатырлады. О вақыт 5 Қырым татары қанунсыз алда СИЗОға алынғаныда. Русия құқыройшылары оларына Хизбут Тахрир тәшкілаты еле бақ тұтмасында қабатлады. Фаал, сой-соплары ве танышлары сәйси мәбүслер тезже азат етілсін деп дуа оқыды. Умеровға азатлық язулы шар Киев-Одесса yolunda пейда oldu. Умайнлы көңіллелер ишғал етілген Қырымда махкүм етілген Мejlis рейсінің муавиніне бұл шекілде қол тұтмаға қарар алды. Жұма күні Үлме Умеров хастаханеге тұшта. Ишғал етілген Ақмежетінің сөзде махкемесі оны 2 ел яшау тарзы колониясында қалмасына үкім еткен еді. Кремльнен аңлашмасының бір файдасы жоқ. Сербестлік үшін көрешмек керек. Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев бұл фікірге қол тұта. Бұны о инсан ақларына бағышланған мұнақашада айтты. Мустафа Джемилев Қырым меселесіні Полонияның бірдемлік әрекетінің лидері Збигнев Буякіле музыкере етті. Мұнақашада ишғал етілген ярым адада Қырым татарларға қаршы басқалар аққында лав көрсетілді. Движение солидарности, польской солидарности, она оказала большое влияние и на другие коммунистические страны. Например, в лагерях пристально следили за тем, чем же закончится. Потому что победа в одной коммунистической стране, она рикошетом отражается и на других. Хотя, конечно, ситуация в Советском Союзе и в Польше были разные. Это объяснялось тем, что все-таки Польша была более консолидирована. Қырымның бұйық балалығы Киевдегі Қырым евінде фоторесімлер сергісі açılды. Оның мүелефі Антон Наумлюк, журналист ишғал алтындағы Қырымда çalışа. Оның фоторесімлерінде бабасы өскен Қырымлы сәси мәбіслерінің балалары бар. Ишлеріні іштешлерімізде көрді. 16 фоторесім әрбірі қарабияс реңкте. Фоторесімлерінің муэлифі Антон Наумлюк дейке бұл тесадув бір шей дегіл. Бұл балалар бабалары сәйси мәбіс олғаны үшін зарар көре. Неминуемо, когда ты работаешь в Крыму, ты сталкиваешься с горем не только у самих заключенных, не только с их проблемами, но и с проблемами семей, детей, которые остались без родителей. Поэтому материал я собирал на протяжении всей работы в Крыму, то есть это уже почти 2 года, и, к сожалению, работа не прекращается. Вот сейчас я еще не виделся с 6 семьями арестованных, 8 даже уже семьями арестованных, которые арестовали совсем недавно. Всем точно так же предстоит ехать, тоже записывать, тоже их снимать, тоже о них писать, потому что это новые политзаключенные, и, к сожалению, их поток не останавливается.
Мейдан радиосының баш муарирі Эльзара Баталова бұның кебі сергілер мұйым ұлғанында. Емин, украинлер Қырымда ұлғанларны біліп, ұнытмамалы. Менде де оғлым бар, мен аңнайым насыл бұл шында ағыр заман, бұл баларға, бұл аналарға. Оның үшін бұтын дүния білсін, біздің ағырлығымыз насыл қиын Қырымда шынды, абылен ватан первер олмаға ве чалышмаға. Машалла, кем бүгін бұны азырлады ве япты. Бұл инсталляцияны көңілі Александра Сурган азырлаған айванлар шарлар тұта. Бірі işgalci hakimiyet себебінден бабасыз қалған қырымлы балаларының дойғыларына акс етмекте. Қырым евіндегі сергі ноябрьдің 1-не қадар açıq olacaqtır. Виктория Аблязова, Ислам Пинка, Zaman, АТР. Bir Ukrayna askeri atı alanında yaralанды. Donetsk tarafında düşman Ukrayna himayecilerine karşı ateş açıp granata TCV pulemyotlarını kullandı. Cebede ateş tınmadı. На Приморському напрямку бойовики застосовували великокаліберні кулемети неподалік Широкіного та Старогнатівки, а гранатомет поблизу Водяного. На Луганському напрямку увечері майже 1,5 години проросійські найманці обстрілювали з 82-мм мінометів, автоматичних та протитанкових гранатометів наших захисників у районі Кримського. Русияда Украин журналисты Роман Сущенконың давасында тағығат екінленді. Бұны адвокаты Марк Фейгин хабер етті. Ове имайысы 10 томлық дава малыматларын огренмеге башладылар. Фейгиннің айтқанына көре Сущенко қабатыны танымайып, өзіне қаршы малымат бермей. Ноябрьнің 30-ында оның апсты етма мұддеті соңына келмекте. Фейгиннің фікірінше Сущенко да 2 айға незарет алтында қалажақтыр. Роман Сущенко болтыр бариде ФСБ тарафындан Москвада яқаланды. Журналист жасуслықта қабатлана. Алексей Навальный 20 күнлік мемория пост жазасындан соң митинг өткерді. О наразылық акцияларына чықмаға чағырғаны үшін незарет алтына алынғаныды. Навальный Ксения Собчакның президент сайлауларында намзет көстермесіні изатлады. Все имеют право идти на выборы. Вопросов вообще нет. Каждый кандидат имеет полное право идти на выборы. Кто-то мне больше нравится, кто-то мне меньше нравится. Зюганов, Явлинский, Собчак, Навальный, кто угодно. Все имеют право идти на выборы. Харьковда yüz берген yol қазасының екінші iştirakçısının статусы деңіше біле. Бұны милли полицияның велейет діресінің ребері Олег Бех білдірді. Оның айтқанына көре Volkswagen Touareg айдавшысы даваның шаты олы. Ләкин оның там рөлі экспертизалардан соң белгіленечек. Кешкен авто Харьковда Lexus Volkswagen'нен чатышып, қалдырымда тұрған 11 инсанына қақты. 5 жан берді, 6-сы яраланды. Lexus айдавшысы 20 yaşında Алена Зайцева 2 айға незарет алтына алынды. Шымдылық бұл соңғы хаберіміздір. Яңы хаберлеріні бөлмек үшін саат 12-де заманны сейретіңіз. Атерден айрылмаңыз. Көрішкенше.